Армысыздар, бүгін біз 2024 жылға арналған міндетті әлеуметтік сақтандыру төлемдері жайлы айтамыз. Биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап, жұмыс беруші қызметкер үшін жалақы деңгейінің 3%-ын төлейді. Айта кету керек, биылдан бастап ең төменгі жалақы 85 мың теңгені құрайды. Ал қызметкерлер мен азаматтық құқықтық сипаттағы шарты бойынша табыс табатындар өз табысының 2%-ын төлейді. Жеке кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын азаматтар 5950 теңге төлейтін болады. Дербес төлеушілер үшін жарна сомасы биыл, яғни 2024 жылы 4250 теңгені құрайды. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдан бастап бірыңғай жиынтық төлем болмайды. Бұл төлем орнына қаңтар айынан бастап жеке кәсіпкер немесе дербес төлеуші ретінде төлей аласыз. Мәміске жарнаны екінші деңгейлі банктерде, Қазпошта бөлімшелерінде және төлем терминалдары арқылы төлеуге болады. Ендеше мәміспен бірге болып, сау болыңыздар.